Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен кешкі асқа, ауызашарға, тіпті қонақ шақырған кезде қонақ дастарханына ұялмай қоятын тағамның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді рецепт. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Алдымен ұнды аламыз. Осындай ұнды алып 200 грамм ба 300 граммның көлемінде ма өздеріңіз қарайсыздар, адам санына байланысты. 300 граммдай ұн алсаңыздар, яғни бір жайымдық болатын ұн. Соны аласыздар, оған бір шымшым тұз, бір жұмыртқа қосып, осылай қолымызбен бірінші жұмыртқаны езіп алдым да, содан кейін салқын жылы су құйып отырып қамыр бастыра бастаймыз. Яғни кәдімгі мантының қамыр сияқты қылып бастырасыздар. Манты, етке салатын қамырлар сияқты қылып, қатты жұмсақта емес, қатты қылып та емес, әдемі қамыр бастырып шығамыз. Көріп отқандарыңыздай, осылай аздаған су құйып отырып, қамырымызды, яғни мантымыздың қамырын бастыра бастаймыз. Мен шағын ғана қылып бастырдым. Осындай болып шықты. Бір күлшем, яғни бір күлше ғана бастырып алдым. Осыны салып, салфанға салып, аз уақытқа тындырып қоямын. Яғни суға дайын тұру үшін тынып тұрып қойып қоямын. Енді алдымен, одан кейін етімізді аламыз. Сиыр етін алдым, шағын. Осы сиыр етін барлығын қатты жаңағыдай үлкен қылмай, орташа қылып турай бастаймыз. Яғни еттерімізді қазанда қуыру үшін, жеуге де ыңғайлы болу үшін өте үлкен емес, шағын бөліктерге бөліп турай бастаймыз. Осы мен көрсеткенде турасаңыздар жарайды деп ойлаймын. Яғни ол қуырған кезде де біздің еттеріміз кішірейіп кетеді. Сол үшін қатты кішірейтудің керегі жоқ. Орташа деңгейде, орташа қылып турасаңыздар жарайды. Осы мен турап атқандай қылып, шағын қылып турауға болады. Осылай барлығын етіміздің, яғни сиыр етінің барлығын турап алдым. 300 граммды көлеміндей ет жарайды. Одан кейін картоптың бәрін сыртын ашып, жуып, турап алдым да. Осылай қазанымызға, яғни сковородкаға бөлек отдельно қуырып аламыз. Яғни картопты мен ұсақтаған жоқпын. Өздерімен тек үлкен қылып, сол барлығы бірдей мөлшерде болған дұрыс. Картопымыздың осылай қуырып аламыз. Екі жағын бірдей қызартып қуырып алыңыздар. Көп болса екіге бөліп қуырып алсаңыздар жарайды. Одан кейін қазанға сұйық май құйып, оған етімізді салып, оның үстіне жуамызды салып қуырып алдым. Етіміз қуырылып болғаннан кейін су құйып қойдым. Енді жаңағы қамырымыз қойып қойған, осы қамырымызды біздер ыса бастаймыз. Яғни мантының қамырындай қылып жаямыз. Оған дейін біздің етіміз, қазандағы етіміз пісіп, яғни су құйып қойғанымыз бұқтырылып тұра береді. Біздер мантының қамырын жайып аламыз. Осылай оқтаудың көмегімен ысып жайып аласыздар. Мантының қамыры сияқты қылып, я болмаса еттің қамыры сияқты қылып, осылай жіңішке қылып су керек қамырды. Қалыңдау болса, ол неғып кетуі мүмкін, піспей қалуы мүмкін ортасы. Одан кейін мен сұйық майды осылай егіп алғаннан кейін, жайып болғасын сұйық май құйдым бетіне, жұқалап қана, қатты көп емес. Және бір сәбізді алып үккіштен өткіздім. Қатты ұзынша қылған жоқпын, ұзын қылмадым. Кішілеу қылып үккіштен өткізіп алдым бір сәбізімізді. Осылай үккіштен өткізіп аласыздар барлығын. Бір сәбіз жарайды деп ойлаймын өзіме, сондықтан мен тек қана бір сәбізді алдым. Яғни сіздер көп адамға дайындасаңыздар, көп мөлшерде өткізесіздер. Одан кейін ұзын қылып, яғни мантының қамыры сияқты қылып, кішкентай бөлікке емес, ұзын бөлікке бөлесіздер де, барлығын жаңағы үккіштен өткізген сәбізімізге азғантай тұз сеуіп, осылай салып шығасыздар. Ұзын қылып, ұзын қамырымызға біртіндеп сәбізімізді азғантайлап салып шығуға болады. Осылай көп салсаңыздар да болады.
Енді осы қамырымыздың жабамызда орай бастаймыз. Әдемілеп асықпай орайсыздар, қатты тығыз қылмаңыздар, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қатты тығыз қылудың қажеті жоқ. Міне осылай қылып орап алдым мен. Содан кейін гүл сияқты қылып қамырымызды ашамыз. Араларын қолмен әдемілеп ашып аласыздар. Гүл сияқты. Міне көрдіңіздер ме, қандай әдемі гүл болып шықты. Келесі қамырымызды да солай осылай бүктеп жинай бастаймыз да. Шамалап жинап келгеннен кейін қалғанын осылай орап жібересіздер. Сол кезде ол ортасы тығыз болып қалмайды. Бұны да осылай арасын бәрін гүл сияқты қылып қамырымыздың бетін ашып қоямыз. Сол кезде әдемі гүл болып шығады. Осылай барлық қамырымызды жасап алдық. Мінекей әдемі болып шықты. Енді осы қамырымызды еттің бетіне картопымды салдым, одан кейін қамырымды салдым, мінекей сөйтіп пісіріп алдым. Мінекей осындай болып шықты тағамымыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.